Кайрылуу күн кымбаттуу достор, бүгүн биз сиздермен ашаткысыз, соодасыз жасалатын өтө оңай әрі жылдам бауырсактар жасаймыз. Ол үчүн бизге un, сары май, камыр копсоткуч, кант, туз, сүт және де жұмыртка кажет. Алдымен ыдысыбызга орташа жылы сүтүбүздү куябыз. Оған туз және де кант саламыз. Ерітілген немесе жұмсақ сары майымызды саламыз. Бір-бірден жұмыртқамызды қосамыз. Венчикпен немесе шанышқымен араластырамыз жақсылап. Содан соң камыр копсоткуч саламыз және де біртіндеп унумузду сала отырып араластыратын боламыз. Алдымен осындай лопаткамен, кейін қолымызбен орташа жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болуы керек. Егер де жабысқақ болса, аз мөлшерде ұн қосуға болады. Егер бізде осындай масса шықты, енді оны осылай бірнеше қайтара жақсылап иін қандырып илейтін боламыз. Шамамен осылай 5 минуттай жақсылап илейміз. Содан кейін бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут өтті. Егер біздің қамырымыз тынықты, жұмсарды, енді оған ұн сеуіп, оны оқтаумен жаятын боламыз. Жақсылап ұн себеміз жабысып қалмас үшін. Егер бізде осындай болып жайылды, енді осыны кез келген дөңгелек нәрсемен немесе стақанмен кесіп алатын боламыз. Сонымен қатар 4 түш қылып кесе берсек те болады. Осылай жұқа етіп жаямыз, видеодағыдай етіп. Барлығын осылай кесіп алып, осы артық қалдықтарын жинап, бұны қайтадан жаятын боламыз. Жақсылап ұн себеміз жабысып қалмас үшін. Егер біз барлығын осылай дайындап алдық. Енді біз жақсылап майымызды қыздырып аламыз. Осылай табаға көп мөлшерде май құйып аламыз және де оны қатты қыздырамыз. Қатты қызып тұрған майда, қатты отта осылай бауырсақтарымызды екі жағынан қызарғанға дейін қуырып алатын боламыз. Бір жағы өте тез қызарады, бірден осылай салған бетте аудара береміз. Егер осылай өте жылдам піседі. Қалғандарында дәл солай пісіретін боламыз. Міндетті түрде майымыз қатты қызған болу керек. Кішкене қызбаған болса, онда бауырсақтар бойына майды сіңіріп алу мүмкін. Және де осылай қозғап қойсаңыздар, сіздерде осылай көтеріліп, осылай үрпиіп пісетін болады. Бұл бауырсақтар ашаткысыз жасалғандықтан көтерілуді сондай ұзақ уақытта қажет етпейді. Әсіресе аяқ астынан қонақ келген кездерде өте жылдам, тез жасап дастарханға ұсынсаңыздар болады. Егер бізде осымен дайын болды, қараңыздар, әдемі, сондай үлпілдек болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет болып шығады. Егер де рецепт ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Келесі рецептерде кездескенше. Және де достар, келесі қандай рецепт шығарайын, комментарийге жазып кетіңіздер.